Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Назарларыңызда Шымкент қаласындағы Жұман автокөлік базары. 2024 жылғы Монза 1.5 автомат 8 миллион 500 мың теңге дейді. Толығырақ осы номерден біле аласыздар. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесіде қандай автокөліктер түсірейін, жаза кетіңіздер. Келесі бізде Hyundai Accent 2021 жылғы 8 миллион теңге деп тұр. 35.200 пробегпен полный родной дейді. Gentra 2014 жылғы автомат 4 миллион 200 мың теңге сұрап тұр екен. Толығырақ осы номерден біле аласыздар. Hyundai Accent 2012 жылғы 4,5 миллион теңге дейді. Телефон номері 702 730 39 66. Осы номерден толығырақ біле аласыздар. Lada Granta 2014 жылғы 1.6 автомат 3 миллион 500 мың теңге дейді. Толығырақ осы номерден біле аласыздар. Toyota 30 2002 жылғы 2.4 автомат 5 миллион 300 мың теңге. Алдыңғы фаралары 35 теңге екен. Chevrolet Cobalt 2019 1.5 автомат родной каска дейді. 91.500 пробегпен 5 миллион 200 мың теңге сұрап тұр. Nexia 2 2013 жылғы 1.5 механика 2 миллион 350 мың теңге сұрап тұр екен. 15-тік простой дискіде. Сыртында жұмысы жоқ. Химчистка жасалған. Люкс комплектацияда. Toyota Alphard 2006 жылғы 3 литр автомат 9 миллион 500 мың теңге сұрап тұр екен. Газы жоқ екен, чисто бензин.
Lexus 300 2000 жылғы 3 литр автомат, бағасы 5 миллион 500 мың теңге сұрап тұр екен. Осыны бірден толығырақ біле аласыздар. Chevrolet R3 2021 жылғы пробег 62 мың, цена 5 миллион теңге дейді. Родной краска через банк болады дейді. 5 миллион теңге. Toyota Corolla 2011 1.6 автомат 6 миллион 500 мың теңге сұрап тұр. Европейц. Audi S4 93 жылы 2.3 механика, газ бензин 1,5 миллион теңге сұрап тұр екен. Тодасы бар. BMW пятерка E34 91 жылғы 2 миллион 200 мың теңге сұрап тұр. Механикада. Ravon R4 2017 жылғы автомат 4 миллион 800 мың теңге. 100% родной краска дейді. Тағы бір Audi S4 92 жылғы 2.3 механика, газ бензин 2 миллион теңге сұрап тұр екен. Toyota 40 2006 жылғы 3.5 автомат, газ бензин, бағасы 8 миллион теңге сұрап тұр екен. Сыртында жұмысы жоқ. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Mercedes 90 жылғы 2 литр механика,
1.900.000 tenge sұрап тұр екен. Приора 2012 жылғы 1.6 2.800.000 теңге дейді. Хэтчбек. Ата Гранта 2013 жылғы 1.5 механика 2.600.000 теңге сұрап тұр екен. Nexia 2 2012 жылғы 1.5 механика 2 миллион теңге дейді. Саудасы бар. Audi S4 93 жылғы 2.6 механика 2.800.000 теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар. Mercedes Luparik 99 жылы 2.8 автомат 4.500.000 теңге дейді. Nexia 2 2013 жылғы 2.200.000 теңге дейді. Люкс деп қояды, бірақ люкске ұқсамайды.
Vaz 2114 2005 жылғы 1,5 миллион 200 мың теңге дейді. Телефон номер 8771 583 48 65. Осы номерден толығырақ біле аласыздар. Lexus GS 250 2005 жылғы 2,5 автомат 7 миллион теңге деп тұр. Телефон номер 8777 010 11 04. Осы номерден толығырақ біле аласыздар. Audi A6 94 жылғы 2,6 механика газ бензин 3 миллион 500 мың теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар. Осы номерден толығырақ біле аласыздар. Nexia 2 2014 жылғы 1,6 доныс мотор механика 2 миллион 50 мың теңге дейді. Саудасы бар. Телефон номер 8707 423 0606. Осы номерден толығырақ біле аласыздар. Audi A6 95 жылы 2,6 механика 2 миллион 700 мың теңге сұрап тұр екен. Газ бензин толығырақ осы номерден біле аласыздар. Chevrolet R3 2021 жылы 1,5 механика 140 мың пробегпен 3 миллион 800 мың теңге сұрап тұр. Саудасы бар. Жұмысы жоқ, тап-таза. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды.